Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер тригонометриялық өрнектерді ықшамдау барысында өте жиі қолданылады. Ең бірінші негізгі тригонометриялық тепе-теңдікке синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең бір формуласы жатады. Одан кейін тангенс альфа өзіміз білетін анықтама бойынша ол синус альфа бөлінген косинус альфа формуласымен анықталады. Бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек. Ендеше альфаның мәні пи бөлінген 2 плюс пи кға тең болмау керек. Себебі косинус альфаның 0 болатын мәндері 90 градуста және 270 градуста болатын. Котангенс альфа ол косинус альфа бөлінген синус альфаға тең. Бұндағы синус альфа 0 болып кететін альфаның мәні пи n. N-нің мәні z чейінен. Яғни альфа пи n-ге тең болмау керек. Одан кейін 1 плюс тангенс квадрат альфа формуласы. Оны біз 1 бөлінген косинус квадрат альфа деп жазатынбыз. Тура жаңағыдай альфаның мәні пи бөлінген 2 плюс пи кға тең емес дейміз. 1 плюс котангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген синус квадрат альфа. Тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа тең 1 деген осындай негізгі 6 тригонометриялық формула бар. Негізгі тригонометриялық формулаларды қолданып тригонометриялық өрнектерді ықшамдаймыз. Яғни бұл осы 6 формула тригонометрияда өте көп қолданылады. Негізгі тригонометриялық формулалардың көмегімен егер тригонометриялық синус, косинус, тангенс, котангенс 4 функциясының ең болмағанда біреуінің мәні белгілі болса, соны пайдаланып қалғандарының мәндерін тауып алуға болады. Мына мысалда көрсетейік. Котангенс альфаның мәні минус 2-ден 1-ге тең. Және альфа бұрышы пи бөлінген 2 мен плюс пидің арасында жатады. Яғни бұл екінші ширектің бұрышы деген сөз. Бұл ширек біздегі синустың, косинустың, тангенстің таңбалары осы ширекке қатысты қандай екендігін ескеріп отыру үшін керек. Шешуі. Біз алдындағы өзіміз танысқан формула бойынша 1 плюс котангенс квадрат альфа 1 бөлінген синус квадрат альфаға тең болатын еді. Сол формуланы пайдаланамыз. Немесе 1 плюс котангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген синус квадрат альфа формуласын қолдансақ, бізге синус квадрат альфа керек. Синус квадрат альфа тең болады 1 бөлінген 1 плюс котангенс квадрат альфа деп жазып аламыз. Енді синустың квадраты осы өрнекке тең болса, синустың өзі плюс-минус квадрат 1 деп жазамыз. Бірақ біздің альфамыз екінші ширекте жатыр. Екінші ширекте синустың таңбасының оң екенін білеміз. Олай болса, біз бет жазсақ болады. Енді котангенс квадрат альфаның орнына котангенстің берілген мәнін қоя саламыз. Котангенс квадрат альфа, яғни 2-ден 1-ді квадраттаймыз, 4-ден 1 болады. Ортақ бөлімге келтіреміз. 4-ден 5 болады. Оны арғарай түбір алатын болсақ, 5-ден 4 немесе түбірасында 5-ден 2 болады. Енді бұл синустың мәні. Синустың мәнін пайдаланып косинустың мәнін табайық. Бізде негізгі тригонометриялық формула бар, косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа тең 1 деген. Осы теңдіктен бізге косинус керек. Косинус альфа дегеніміз бұл квадрат болса, косинус альфаны табу үшін түбір аламыз. Плюс-минус түбірасында 1 минус синус квадрат альфа. Енді осы жердегі плюс таңба мен минус таңбаның қайсысын таңдаймыз дегенде альфа бұрышының жатқан ширегіне байланысты. Альфа бұрышы пи бөлінген 2 мен пидің арасында жатыр. Ендеше бұл екінші ширектің бұрышы болып тұр. Екінші ширек болып тұр. Ал екінші ширекте косинустың таңбасы теріс. Ендеше біз осы таңбалардың ішінен минус таңбаны аламыз. Косинус альфа тең минус 1 минус синус квадрат альфа дейді. Яғни синустың мәні бізде түбірасында 5-ден 2, оны квадраттасақ 5-ден 4 болады. Арғарай ортақ бөлімі 5 болса, мына 1-ге тоқтауыш 5 болады, 5-ден 4 азайтамыз,
1 болады. Бұдан 5-тен түбір астында 5 деген косинустың мәні шығады. Бізде минусымыз бар еді, бұл ширекке байланысты минусын тастап кеттік. Минус 5-тен түбір астында 5. Енді ең соңында бізде тангенс қалды. Бізде мынандай формула бар еді, тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа тең 1. Осыдан тангенс альфа дегеніміз 1 бөлінген котангенс альфа. Және тангенс альфа екінші ширекте терісін алады. Олай болса біз былай деп жазсақ болады. Тангенс альфа тең минус котангенске кері. Яғни 2-ден 1. 2-ден 1-ге кері 2. Минус 2 болады деген сөз. Міне, сөйтіп біз котангенстің мәні және альфа бұрышының жататын ширегі белгілі болғанда, қалған синус, косинус, тангенс тригонометриялық функцияларының мәндерін негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолданып анықтадық. Тригонометриялық негізгі формулаларын қолданып, бірнеше өрнекті ықшамдауға мысалдар келтірейік. Мына жерде 1 минус косинус альфадан синус альфа минус 1 плюс косинус альфадан синус альфа өрнегін ықшамдаңдар дейді. Екі өрнектің айырымы, оны орындау үшін біз ортақ бөлімге келтіру керек екенін білеміз. Бөлімдері 1 минус косинус альфа мен 1 плюс косинус альфаның көбейтіндісі түрінде болады. Енді толықтауыш көбейткіші ретінде бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші екінші бөлшектің бөлімі болады. 1 плюс косинус альфа. Ал екінші бөлшектің толықтауышы 1 минус косинус альфа болады. Енді осы толықтауыш көбейткіштерге бірінші бөлшектің алымында тұрғанда көбейтеміз. Сонда синус альфаны 1-ге көбейтсек синус альфа плюс синус альфаны косинус альфаға көбейтсек синус альфа көбейту косинус альфа. Одан кейін минус синус альфаны 1-ге көбейтсек синус альфа болады. Бөлшектің алдындағы минус пен косинустың алдындағы минус плюс болады. Синусты косинусқа көбейтсек синус альфа косинус альфа болады. Енді ары қарай бөлшектің алымындағы ұқсас мүшелерді біріктіріп жіберейік. Плюс синус альфа, минус синус альфа қарама-қарсы өрнектер болғандықтан олар жойылады. Ал синус альфа, косинус альфа плюс таңбамен, синус альфа, косинус альфа плюс таңбамен тұр. Онда олар коэффициенттер қосылып, 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа болады. Ал бөлшектің бөлімінде тұрған 1 минус косинус альфа көбейтілген 1 плюс косинус альфа ол теңдестердің көбейтіндісі болып тұр. 1 минус косинус квадрат альфадан береді. Енді негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерде 1 дегеніміз синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа деген сөз. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа минус келесі косинус квадрат альфаның өзін жазып қоямыз. Алымындағы өрнектің өзі жазылады. Сонда косинус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа менен жойылады. Синус квадрат альфаға алынған бөлшектің бөлімінде алымында 2 синус альфа көбейту косинус альфа болады. Енді синус квадрат альфа деген синус альфа көбейту синус альфа. Ендеше дәреженің біреуі бөлшектің алымында тұрған синуспен қысқарады. Сонда косинус альфа бөлінген синус альфа бізге котангенс альфаны береді. 2 котангенс альфаға тең болады. Бұл бірінші өрнектің ықшамдалған түрі. Енді екінші тригонометриялық өрнекті ықшамдайық. Ол үшін қараймыз косинус альфа плюс косинус альфа бөлшектің бөліміндегі тұрған өрнек. Ал синус куб альфа плюс косинус куб альфа. Біз білетін а куб плюс б куб формуласы бойынша көбейткіштерге жіктеледі. Солай жіктейік. Сонда бірінші жақшада синус пен косинустың қосындысы болады. Ал екінші жақшада осы екеуінің айырмасының толымсыз квадраты болады. Екеуін көбейтеміз. Плюс косинус квадрат альфа. Бөлімінде сол синус альфа плюс косинус альфаның өзі ары қарай плюс келесі бөлшектің өрнектің өзін жазып қоямыз.
Енді байқағанымыздай бөлшектің алымында тұрған синус альфа косинус альфа өрнегі бөлімінде тұрған синус альфа косинус альфа өрнегімен тұтастай қысқарып кетеді екен. Олай болса бізге бөлшектің қажеті жоқ. Мұнда бөлшектің алымында тұрған синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа минус синус альфа көбейтілген косинус альфа плюс синус альфа көбейтілген косинус альфа деп жазсақ, минус синус альфа косинус альфа өрнегі плюс синус альфа косинус альфа өрнегімен қарама-қарсы өрнектер болғандықтан жойылады. Ал синустың квадраты мен косинустың квадратының қосындысы бізге 1-ді береді. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік бойынша. Олай болса, осы өрнектің ықшамдалған түрі 1-ге тең.